Бүгін біз тағы бір начинка жасайтын боламыз. Мен осындай сливкиді қолданамын. Чудское озеро деген 33%. Бізге 115 грамм сливки қажет. Міне бізде 115 грамм сливкиді алдық. Оның үстіне біз қантымызды қосып аламыз. Қайтадан біз нольға қояйық. Одан кейін оның үстіне біз глюкозный сиропты қосамыз. 30 грамм глюкозный сироп қазір қосамыз үстіне. Так, 30 граммды өлшеп аламыз. Бізде 30 грамм глюкозный сиропты өлшеп алдық. Енді оның үстіне біз 15 грамм сары майымызды өлшеп алдым. Міне қосамын үстіне. И оның үстіне біз пюрені қазір саламыз. Қайтадан мен нольға қоямын. Сіздер әртүрлі пюрені қолдансаңыздар болады. Мен міне осы пюрені қолданатын боламын. Бұл бізде малиновый пюре. Міне мен пюрені ашып бөліп алдым. Мен қазір 100 грамм пюре алатын боламын. 108 деп көрсетіп тұр, жарайды, түк етпейді. Енді осының үстіне осы пюрені саламыз, Қазір бұның барлығын біз қыздыратын боламыз. Отқа қойып 115 градусқа дейін көтеретін боламыз. Енді жаңағы барлық ингредиенттерді осындай ыдысқа салып, оны қыздыратын боламыз, Пешімізді қосып, оны өстіп қыздыратын боламыз. Барлығы бізде еруі қажет. Әрдайым араластырып отырамыз және осындай термощуппен оның температурасын өлшеп отырамыз. Мен қазір отымды орташа отқа қойып қойдым. Енді бұл массаны өстіп араластырып отырамыз. Толық барлығы еріп, біздің массамыздың температурасын бұл жерде өлшеп отырамыз. 110 градусқа дейін көтереміз. 110 градус болғаннан кейін біз оның температурасын кішкене 115-ке дейін көтерілгенше тосамыз. Яғни 110 болған кезде біз астындағы отты азайтамыз да, одан кейін 115-ке дейін тосып отырамыз. Сол кезде біздің карамеліміз дайын болады. Бұл жерде негізі осындай игольчатый термометрді қолданған дұрыс, пирометрмен дұрыс температурасын көрсетпейді, Міне қараңыздар, бізде барлығы ақырындап еріп келе жатыр, Әрдайым араластырып отырамыз осылай. Қараңыздар, бізде бұл жерде массада қантымыз еріді, барлығы еріді. Енді міне қараңыздар, пюре ериді, сосын май ериді. Одан кейін температурасын өлшеп отырамыз осылай. Біздің массамыз қайнағанша осылай тосып отырамыз. Араластырып, әрдайым араластырып отырмасақ, бұл күйіп кетуі мүмкін, Қантымыз күйіп кетуі мүмкін. Сондықтан біздің карамеліміз күймеу үшін оны осылай араластырып тұруымыз қажет. Қазір бізде 24,8 деп көрсетіп тұр температурасы. Енді оны 110-ға дейін көтереміз. Міне біздің масса осылай қайнай бастайды. Температурасы бізде 99 деп көрсетіп тұр, 98. Қазір көреміз. Әр жерде әр түрлі көрсетіп тұр. Массамызды жақсылап отырып араластырамыз. Қазір 98 деп көрсетіп тұр. Міне қараңыздар. 97,5 деп. Енді біз оны 110-ға дейін көтереміз. Одан кейін ол масса бізде 115-ке дейін ақырындап қайнауы қажет, Өстіп араластырып тұрып температурасын осылай өлшеп тұрамыз үстінде. Міне бізде 113 болды. Мен өшіріп тастадым. Астыне 115 болғанда біз алып тастаймыз, 112 көрсетіп тұр қазір.
тоғын 113 көрсетіп тұр, я. Қазір 115 болғанда алып тастаймын оттан. Енді міне дайын болған біздің карамельді осы кондитерлік мешоктың ішіне құйып алып, оны кішкене қойып қоямыз. Яғни ол бізде стабилизироваться должен, яғни ол кішкене бізде қоюлануы қажет, я. Қазір бізде сұйықтау, қазір кішкенеден ол бізде қоюлана бастайды. Одан кейін біз батончиктің ішіне оны начинка ретінде салсақ болады. Мен осылай кондитерлік мешокқа салып, мына жерін зажиммен жауып қойып қойдым. Біздің осы карамеліміз кішкене суығанша қойып қоямыз. Қараңыздар, жаңағы жуылған біздің орехтарымыз өте әдемі, өте таза, барлығы кепті, жақсылап отырып міне. Где-то менде 80 градуста 1,5 сағаттай кептірілді. Сыртындағысын алып тастасаңыздар да болады, міне. Қазір енді осыны мен бірнеше бөлікке бөлетін боламын. Кішкентай бөліктерге бөліп алып, батончиктің ішіне салатын боламыз, қосатын боламыз. Өстіп, бұл орехтарды кесіп шығамыз. Бұл жерде 160 грамм ақ шоколад, мен оны микроволновкада еріттім, кішкене краситель қостым. Енді оның үстіне 15 грамм күнбағыс майын қосатын боламыз. Одан кейін екеуін жақсылап отырып араластырып аламыз. Бізде бір однородная масса шығу керек, я. Міне қараңыздар, жақсылап отырып араластырамыз. Енді бұның үстіне қазір біз қалған өзіміздің орехтарымызды, посыпкаларды, я. Одан кейін вафельный крошка неме бар, солардың барлығын қосатын боламыз. Сіздер тек карта бойынша қоссаңыздар болады, немесе өзіңіздің по вкусу, я, сол бойынша қоссаңыздар да болады. Мен жаңағы орехтарды осында қосамын. Вафельный крошканы негізі осылай весовой түрінде сатады. Соны кішкене ыдысқа салып алып, мен осының үстіне қосатын боламын. Үстіне осындай рисовый шариктарды қосамын. Қоңырқай рисовый шариктарды қосамын. Осындай воздушный рис, оның барлығын кондитерлік магазиннен алсаңыздар болады. Үстіне кішкене тағда дробленные орешки қосқым келіп отыр. Біздің массамыз кішкене құрғақтау болу керек, я. Но в то же время қатты құрғақ емес, средний болу қажет. Барлығын араластырамыз. Не осындай болып шықты, осындай каша сияқты болып шықты. Вафельный крошки салып жіберем. Жақсылап отырып араластырамыз барлығын. Бізде масса дайын болды. Енді бұны біз формочкамызға салатын боламыз. Формочкамызға салатын боламыз жаңағы біздің дайын кашицамызды. Енді қараңыздар, егерде начинкамен жасасаңыздар, онда осындай үлкендеу форма алыңыз. Егерде начинкасыз жасасаңыздар, онда осындай кішкентайлау форманы алсаңыздар болады. Батончик жасау үшін осы массамызды осы немен ячейканың ішіне осылай салып шығамыз. Бірінші жартылай саламыз. Одан кейін ортасына біз өзіміздің осы жаңағы жасаған начинкасын салатын боламыз. Өстіп кішкене басамыз үстінен. Орта жағын осылай кішкене қуыстап қоямыз. Қатты қуыстамаймыз, бірақ кішкене ғана қуыстаймыз. Осылай. Соның ішіне біз қазір начинкамызды салатын боламыз. Қатты көп салмаймыз, жартылай саламыз. Осылай. Ортаңғы жағын осылай қуыстаймыз. Осылай барлығына салып шығамыз.
Міне осылай салып шықтық. Енді осының ортасына жаңағы жасаған начинкамызды құямыз. Кондитерлік мешоктың басын кесіп алып тастаймыз. Осылай кесіп аламыз. Начинкамызды осы жаңа ортасына осылай құятын боламыз. Начинканы көп құймаймыз, өйткені ол шет жағынан ағып кетпеуі қажет. Яғни жаңа біз жасаған осы кішкене тереңдеу жеріне осы начинкамызды осылай салып шығамыз. Осының үстіне қайтадан жауып шығамыз. Қатты баспаймыз осы жолы, өйткені начинкамыз шет жақтарына шығып кетуі мүмкін. Осылай саламыз да жеткілікті болады бізге осы. Осылай барлығын жауып шығатын боламыз. Енді осы дайын болған біздің батончиктарымызды 2 сағатқа морозильникке алып қоямыз. Бетін обязательно пищевой пленкамен жауып қойыңыз, немесе бетіне целлофанды жауып қойсаңыз болады. Қалғанын мен осындай формаға салдым. Бұл жерде без начинки болады. Бетін қазір осындай рулонмен жауып 2 сағатқа онда тоңазытқышқа алып қоямын. Морозильниктен шығарғаннан кейін оны біз сыртын шоколадпен қаптайтын боламыз. Ал енді қалған осы начинканы біз жақсылап отырып жауып, тоңазытқышта 1 айға дейін сақтасақ болады. Біздің батончиктарымыз қатты, міне қараңыздар. Енді олардың сыртын біз шоколадпен қаптайтын боламыз. Ол үшін мен шоколадты микроволновкада ерітіп алдым. Негізі 250 грамм шоколадты алу керек. Мен бұл жерде 150 грамм шоколадты алдым. Үстіне қазір күнбағыс майын қосатын боламын. Күнбағыс майын қосқаннан кейін жақсылап отырып араластырамыз. Бізде бір масса шығуы қажет. Жақсылап отырып араластырғаннан кейін үстіне арахис қоссаңыз болады, немесе рисовый шариктарды қоссаңыздар болады. Ол өз қалауларыңыз. Яғни бұл біздің батончиктардың көркін ашу үшін сондай арахис немесе рисовый шариктарды қоссақ болады. Міне қараңыздар, бізде однородный масса пайда болды. Біздің батончиктарымыз суық, яғни суық батончикті осы шоколадтың ішіне салған кезде ол бізде тез қатып қалады. Мен осындай қоңырқай түсті рисовый шариктарды саламын ішіне. Көп емес, көз мөлшермен саламын. Міне қараңыздар, осындай бізде масса пайда болады. Енді бұның ішіне біз қазір батончиктарымызды салатын боламыз. Одан кейін осындай силиконовый ковриктің үстіне қоятын боламыз. Мынау бізде ішінде начинкасы бар батончиктар. Ал мынау бізде начинкасы жоқ батончиктар. Бұл жерде мен аздау мөлшерде салып шықтым. Сонда менде 9 батончик пайда болды. Батончиктар суық, өте формадан тез оп-оңай шығарылады. Міне қараңыздар. Енді біз оны осы массаның ішіне салатын боламыз. Артық шоколадты өстіп алып тастаймыз. Өстіп біз оны осындай силиконовый ковриктің үстіне қоямыз. Яғни біздің батончиктарымыз суық, сондықтан біздің шоколад тез қатып қалады.
міне осылай барлығын біз массамызға салып шығатын боламыз. Батончикка осындай 11 сантиметрлік капсулалар жақсы келеді. Ішіне жақсы сияды сол батончиктар. Қазір сіздерге мысал ретінде көрсетейін. Міне біздің батончиктарымыз қатты. Мысалы біз осының үстіне саламыз. Кейін осы наборға өстіп жинасақ болады. Размері бойынша батончиктар жақсы сыйып тұр, қарасаңыздар. Егер де бұл жерде де осындай қара капсула болса, менің ойымша өте әдемі көрінуші. Қараңыздар, бізде осындай набор пайда болды. Батончиктің ішін көрсеткім келіп отыр. Қараңыздар, бұл бізде начинкасы осындай. Ішіндегі начинка бізде малиновая начинка. Өте дәмді, өте хрустящий батончиктар пайда болады. Қараңыздар, ішінде орех та бар, барлығы бар, өте дәмді батончиктар бізде пайда болды.